Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода Амундсен атты фильм жайлы айтатын боламыз. Егер саған біздің видеомыз ұнаса, лайк және подписка батырмасын басу арқылы бізді қолдай аласың. Сен жасаған 5 секундтық іс бізге көптеген еңбекпен келеді. Фильм ұшақтың апатқа ұшырауымен басталады. Олар мұзды алаңға құлағанымен, команда мүшелері дін аман. Алайда оларды алда қиын сапар күтуде. Қалада бұл уақытта Лен атты жігіт түнделетіп өзінің ағасының үйіне кіреді. Үй ішіндегі оның құрбысы тосыннан келген бұл жігіттен қорқып, бір шапалағын беруге дайын еді. Сол мезетте Лен қызға өзінің кім екенін түсіндірді. Қыздың айтуынша Леннің ағасы жоспар бойынша осы уақытта солтүстік полюске кетіп, енді оралуы қажет еді. Дегенмен ол уақытынан кешігіп жатыр. Содан соң Лен оған бұл оқиғаның бастамасын айтып береді. Әкесі оларға бала кезінде глобус сыйлаған күннен бастап, ең жоғарғы нүктесінде орналасқан полюс, Роуаль, яғни ағасы үшін мақсатқа айналды. Сол күннің ертесінде Роуаль суыққа дайындалып, өзін шынықтыратын. Арада бірнеше жыл өткен соң олардың аналары ауырып қалады. Ал сәл уақыттан кейін олардың қалаларында барлық Гренландияны шаңғымен жүріп өткен адамдарды марапаттап тойлатты. Міне сол күннен бастап екеуі осы өмірдегі басты мақсаттарын айқындады. Бірде екі бауыр қарлы боранға тап болады, ал Роуаль жоғалып кетеді. Бірақтан ол қар астында қазылған інде мына бораннан жасырына тұруды шешкен екен. Алайда оның жатқан іні суықтан қатып, мұзды қабірге айналған. Оның бақытына орай оны інісі тауып алып шығады. Арада тағы 1-2 жылдар өткен соң, Роуаль тарихтағы алғаш солтүстік өткелмен жүріп өткен адам болуды қолға алады. Роуаль Нансен атты адамнан кемесін саяхатқа беруді сұрайды. Бірақ оның да шарттары бар еді. Біріншіден ол өзімен бірге уқанысты алу керек. Екіншісі, саяхаты ғылыми болуы шарт. Енді қалғаны қажетті заттар мен жақсы саяхатқа арналған команда жинақтау. Барлық команда жиналып отырғанда Роуальға берілген газеттен Фредериктің олардан бұрын полюсқа жеткендігін оқиды. Бірақ бұл әлі нақты ақпарат емес. Роуаль, егер бұл шынымен де болған болса, өздерінің сапарлары ешкімге керегі болмай, оларға ақша төленбейтіндігін айтады. Роуаль біраз уақыт жеке қалып, ойланып, картадан жаңа нұсқа, яғни оңтүстік полюсті қарастырады. Бірақ ол өз адамдарынан бұл сапар жайлы ешкімге хабарламауды өтінеді. Және олар бұл ақпаратты радиоға да бермейді. Міне, 9 қыркүйек 1910 жыл, Роуаль өз командасын кемеге жинап, оларға тарихта қалатындықтарын және ешкім сене бермейтін саяхатты өздері жасайтындықтарын айтады. Және барлық команда өкілдері тәуекел етуге келісіп, жолға шығады. Біраз уақыттардан соң олар жер шарындағы ең суық Антарктидаға жетті. Келе сала олар орналасатын жерін дайындайды. Кеш батқаннан соң айналаны барлап шығуды шешеді. Алда оларды зерттелмеген жерлер күтуде. Алғашқыдан олар қалың қарлы боранға тап болады. Дәл қазіргі сәттегі температура -57 градус. Команда кейін қарай қайтты. Біраз уақыттан соң қалған команда мүшелері орналасқан жерге келді. Ол ашуланып, Роуальдың оны қалың боран арасында қалдырып кеткендігіне шағымданады. Роуаль Скоттан қалай құтылуды ойлай бастады. Ертесі күні таңертең олар қайта жолға шығады. Екінші мүмкіндік. Жол адам сенгісіз қиын жағдайда. Дәл осындай қарқынмен олар 10 күн жүреді. Ал кешкілік олар сапарларын қағазға түсіріп отырады. Сапарларының 24-ші күні. Мына бір жігіт алдындағы тұрған тесікті тексеріп көру үшін бір қадам басқаны сол еді. Алдындағы қарлар құлап үлкен арықшыға келді. Ол жартас жиегіне жармасып үлгерді және оны шығарып алды. Олар басқа жол арқылы тауға шығады. Команда ішінде азық тапшылығы орын алды. Сондықтан барлығы үнемділік жасауды шешті. 40-ші күні олар жүріп өткен жерлерін картаға енгізеді. 55-ші күні олар межелеген жерге жетіп, ту тігіп орналасты. Енді фотоға түсуге де болады. Король Хокканға хат жазып, бұл ақпаратты елге жеткізеді. Ел ішінде тарихи жаңалық тарап жатты. Олар Лондонға келгенде сапарларын атап өтіп, саяхатқа қатысқан батырлар үшін 100 грамдатады. Норвегиялықтар оған алғысын айтып, келесі жылы оны Берингов жерін зерттеуге аттандыратындықтарын мәлімдейді. Және бұл үшін оған жаңа кеме табыстайды. Мұз жерінде өткен алғашқы жыл, күннің шығуына 5 ай қалды. Түнгі уақытта кемеде жүрген Роуаль мұзға тайып төменге құлайды. Шатыр ішінде қағаз толтырып отырғанда ағаюдың жүрісін құлағы шалады. Ол бірден шатырдан шығып кемеге қарай жүгіреді және соңғы сәтте оны құтқарады. Ол ауыр жарақат алған. Мұз жеріндегі 2-ші жыл. Жақындарына хат жіберу үшін оларға көптеген қашықтықта жатқан телеграфқа бару қажет еді. Бірақ одан бұрын жаңа жылды тойлау керек. 3-ші жылда олардың кемесінде әлдекімдер орналаса бастады. Кемедегі шақырылмаған қонақтар осы жердің жергілікті тұрғындары екен. Команда оларға медицина, тамақтандыру секілді көмек көрсетеді. Тіпті олардың жеке кинотеатрлары бар еді. Роуаль бұл сапарды тоқтатып үйге қайтуды шешті. Аляска. 1923 жыл. Роуаль өзінің ұшағымен ұшу арқылы мұзды жерді жүріп өткендігін хабарлайды.
Осы кезде барлық газеттерде Роальдың бұл жоспары есінен адасқан адамның ісі екендігі жазылуда. Лен ағасы Роальдан бұл ісінен бас тартуын айтып көреді. Бірақ Роальды інісінің айтқан бұл сөздері уайымдатпады. Ол қартайған, уақыт оған қарсы жүруде. Лен ағасына оның ұшақ алуға ақшасы жоқ екендігін және бар тапқан ақшаңды британдық әйел мисс Кинға құрта берме дейді. Роаль оны қорқақ деп атайды. Жауап ретінде Лен оның финанстық істермен айналысуды доғарып, кетіп қалады. Бұл күн Леннің өз ағасын соңғы рет тірі көрген кезі еді. Осыдан соң Лен Элизабетке келіп, Роальдың ұшағы бұзылып айдалада қалғандығын айтады. Олардың мұзды жердегі 7 жылға созылған экспедицияда оның адамдарының сүйегі қалып өлгендігін, ал осы уақытта Роаль бай өмірмен шаттанып жүргендігін айтады. Роальға командасы сенді, дегенмен ол тек өзін ғана ойлады. Кадр солтүстік мұзды мұхитқа ауысты. Роаль осымен бәрінің біткендігін айтады. Олар қолдарынан келгеннің барлығын жасады. Бір апта бойы ұшақты жөндеуге тәуекелге барып көреді. Және кенеттен ұшақ іске қосылды. 1925 жыл, 5 маусым. Ендігі қартайған Роаль және оның командасы халық үшін нағыз аңызға айналды. Және де ол үйіндегі Элизабетке келіп, өзінің оны енді көре алмай қаламын ба деп қорыққандығын айтады. Бірақ жұбайы одан ендігі екеуінің әрдайым бірге болуын сұрайды. Ал Роаль келісіп уәде береді. Осылайша біраз уақыттар өткен соң ол өз саяхатын қайта жалғастырады. Айналасы толған қар мен мұз. Және осылай жүре отырып ол солтүстік полюстің қақ ортасына жетеді. Осы сәттен соң Роаль түсінді. Яғни ол жер шарындағы барлық мұзды жерді ашып тастады. Осыдан кейін ол өзінің биографиялық кітабын жазғысы келеді. Бастапқыда ағылшын жазушысымен сөзге келіп дауласқанымен, біраз уақыттардан соң кітап дайын болады. Кітапта оның өмірдегі барлық оқиғалары ешқандай боямасыз жазылған еді. 1928 жыл. Роальдың экспедицияға жіберген дирижаблі бақылаудан шығып, із-түзсіз жоғалып кетеді. Роаль көмек сұрайды. Бірнеше күннен соң Роаль суға қонған ұшағында отырып, жас кезінде Элизабетпен кездескен сәтін есіне түсіреді. Және осыдан соң ол ұшып кетеді. Дәл осы сәт бізді фильмнің бастапқы бөлігіне әкеледі. Лен Элизабетке Роальдың жоғалған дирижабльдің артынан кеткеннен соң, ол мінген ұшақтың да жоғалғандығын хабарлайды. Роаль жанындағы серіктесімен поляр шұғыласын қарап жатып, қоштасып көз жұмады. Норвегия және әлем оны әрдайым есінде сақтайды. Оның інісі өмірден 7 жылдан соң кетті. Ал осыдан соң Элизабет Канадаға көшіп, 1971 жылы өмірден озды. Құрметті көрермен, егер сізге бүгінгі видео ұнаған болса, лүпіл басып арнаға тіркеле кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.